Ежелден түнгі аспан адамдарды қызықтырады. Барлығымыз кішкентай кезімізде ғарышқа ұшуды армандадық. Мен қарапайым қазақ, бүгінгі видеода ғарыш туралы айтатын боламыз. Егер Сатурн ғаламшарын өте үлкен бір суға салса, ол жүзіп жүрер еді. Себебі оның тығыздығы судың тығыздығынан аз. Нейтронды жұлдыз материалынан жасалған шай қасықтың салмағы жер бетінде 112 миллион тоннаны құрайды екен. Егер сіз жарық жылдамдығымен ұша алсаңыз, секундына 300 мың шақырым, онда біздің галактиканы айналып шығу үшін сізге 100 мың жыл қажет болар еді. Орион шоқжұлдызының сол жағында орналасқан Бетельгейзе атты жарық жұлдызды күннің орнына қойса, ол жерді, Марсты және Юпитерді жұтып кетер еді. Оның диаметрі күннен 1000 есе үлкен. Ғалымдардың болжауынша, ол 2000-3000 жылдан кейін жарылуы тиіс. 2 айға созылатын қуатты жарылыс кезінде Бетельгейзенің жарықтығы күндігінен 1050 есе асып түсіп, жер бетінен оны ешбір құралсыз-ақ көруге болады екен. Сіз Андромеда галактикасына көз салғанда, бізден ара қашықтығы 2,5 миллион жарық жылына тең. Оның бізге 2,5 миллион жыл бойы жүріп келген жарығын көресіз. Яғни сіздің көріп тұрғаныңыз ол галактиканың 2,5 миллион жыл бұрынғы көрінісі. Жарық күннен бізге 8 минутта жүріп келеді. Яғни дәл қазір көріп тұрған күніміз осыдан 8 минут бұрынғы күн. Егер ол 4 минут бұрын жарылып кеткен болса, біз оны білмес едік. Юпитердің салмағы күн жүйесіндегі барлық ғаламшарлардың салмағының қосқандағынан көп. Егер күнді бір нүктенің көлемінде етіп кішірейтсе, ең жақын жердегі жұлдыз одан 16 шақырым қашықтықта болар еді. Жердің тартылыс күші адамның омыртқасын басып сығып тұрады. Сондықтан ғарышқа ұшқан ғарышкердің бойы шамамен 5 сантиметрге ұзарады. Экваторда сіздің салмағыңыз полюстерге қарағанда 3%-ға ауыр болады. Жер орбитасындағы ғарыш саласының дамуына байланысты түрлі қалдық темірлер ұшып жүрген көрінеді. Мамандардың есептеуінше, салмағы бірнеше граммнан 15 тоннаға дейінгі 370 мыңнан астам заттар сағатына 9,8 мың шақырым жылдамдықта жерді айналып ұшуда. Сонымен бірге олар кейде бір-бірімен соқтығысып, кішкене бөлшектерге шашырап кетіп жатыр. Күннің салмағы бүкіл күн жүйесіндегілердің салмағының 99%-ын құрайды. Қалған 1% ғаламшарлар мен астероидтарға тиесілі. Ғарыш кеңістігінде жаңа жұлдыздың жарылуы кезінде ол өте ғаламат көлемде энергия бөледі екен. Оның алғашқы 10 секунд ішінде бөлген энергиясы күннің 10 миллиард жыл ішінде бөлген энергиясынан көп болады. Шолпан күнді сағат жүрісіне қарама-қайшы бағытта айналатын жалғыз ғаламшар. Бұған бірнеше жорамал бар. Соның бірі ғалымдардың пікірінше, бұрын шолпанның бетіне ірі астероидтар соқтығысып, оны кейін қарай айналдырып жіберген. 1957 жылдан бері спутник 1 жасанды жер серігі ұшырылғаннан кейін адамзат баласы жер орбитасына қаншама жасанды жер серіктерін ұшырды. Тек соның біреуі ғана Титаниктің тағдырын қайталады. 1993 жылы Еуропа ғарыш агенттігінен тиесілі әлем жер серігі астероидпен соқтығысып жойылды. Жоғарыда айтылған Андромеда галактикасы бізге ең жақын галактика. Осы екі галактика бір-біріне қарсы өте қатты жылдамдықпен жылжып келеді екен. Андромеданың жылдамдығы секундына 300 шақырым. Біздің құс жолы галактикамыз жылдамдығы секундына 552 шақырым. Ғалымдардың пікірінше екі галактика 2,5-3 миллиард жылдан кейін бір-бірімен соқтығысуы мүмкін. Адам баласы ашық ғарыш кеңістігінде скафандрсыз 90 секунд ғана шыдай алады. Егер тек өкпесіндегі барлық ауаны шығарса ғана, ал егер өкпеде кішкене ғана ауа қалса, ол бірден көпіршіп үлкейе бастайды екен. Егер ол қанға өтіп кетсе, адам бірден өледі. Ал адам ғарыш кеңістігіне шыққанда өкпесі ауаға толы болса, онда өкпесін жарып жібереді. Жердің салмағы тұрақты емес. Ғалымдардың анықтауынша, жыл сайын жер өзіне 40.160 тонна салмақ қосып, 96.600 тоннасынан айырылады. Яғни сонда жер жылына шамамен 56,5 мың тоннаға жеңілдеп келеді.